Баршаларыңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен осындай ғашықтар күніне арналған жүрекше печеньесінің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін менің каналыма подписаться етіп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Өте оңай және қолжетімді азық-түліктен жасалынатын печеньені міндетті түрде жасап көріңіздер. Печеньемізді даярлау үшін бөлме температурасындағы бір тал жұмыртқамызды және 100 грамм қант, 120 мл сұйық майымызды қосып, барлығын біріктіріп, венчикпен араластырамыз. Ал енді 250 грамм електен өткізілген ұнымызды қосып, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илеп аламыз. Міне қолға жабыспайтындай иледім. Енді осыны екі бөлікке, бір бөлігі кішірек, бір бөлігі үлкенірек қылып бөліп аламыз. Кішірек бөлігіне осындай қызыл красительден қосатын боламыз. Оны тағы да осылай илеп, қызыл красителіміз барлық жерге біркелкі болып жайылғанша, араласқанша осылай илеп аламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді жайып, жүрекше формочкасымен кесіп, дайындаймыз печеньеларымызды. Краситель қосылған қамырымызды да дәл осылай жайып аламыз да, жүрекше формасымен осылай кесіп аламыз. Міне дәл осы видеодағыдай үстінен кішкентай қызыл жүрекшелерімізді қосып даярлаймыз. Және де печеньеларымызды 200 градуста 10-11 минут пісіріп аламыз. Міне печеньеміз дайын болды, өте дәмді болып шығады. Міне көріп тұрғандарыңыздай түрі де өте әдемі болып шықты. Сіздерге де осы рецепт бойынша жасауға кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Айгүл Сәкенова. Сау болыңыздар.